Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін мен қып-қызыл болып, әрі дәмді болып шығатын борщты пісіретін боламын. Ол үшін ең алдымен етімізді пісіріп алатын боламыз. Осылай қайнағанша салып қойып, бетіндегі көбіктерін алып, жақсылап тұрып 1-2 сағаттай пісіріп аламыз. Етіміз піскенше борщқа керек осындай көкөністерімізді турап, дайындап қорып алатын боламыз. Ең алдымен бізде пияз, осылай жартылай дөңгелектеп қалып турап, одан кейін сәбізімізді ашып, осындай теркамен өткізіп аламыз да, табамызда қорып аламыз. Сәбізіміз не тым жуан, не тым жіңішке болмау керек, осындай орташа болса жақсы болады. Табамызға майымызды құямыз. Тым көп құюға болмайды, себебі көжеміз майлы болып кетеді. Ең алдымен пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз суы кеткенше. Пиязымыз сарғайғаннан кейін үстінен сәбізімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен тұзымызды саламыз, немесе өзіңізге ұнайтын приправаны да салуға болады. Тағы бір рет араластырып аламыз да, бетін жауып қойып қоямыз. Ешқандай су, ештеңе қоспаймыз. Қуырылып болғаннан кейін бұл көкөністерімізді жеке бір ыдысқа салып дайындап қоямыз. Келесі бізде қызылша. Сәбізді өткізген теркамен қызылшамызды да өткізіп аламыз. Осындай бірдей пішінді еткізіп. Табамызға аз мөлшерде майымызды құйып, үстінен қызылшамызды салып, араластырып аламыз. Қазір сіздерге борщтың қып-қызыл болуының құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін қызылшамыздың ортасын осылай ашып аламыз да, 2-3 қасық томатымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз да, үстінен дәмдеуіш немесе тұзды сеуіп, жақсылап қуырып, бетін жауып қоямыз. Қызылшамыз күйіп кетпес үшін қайнап тұрған сорпадан 2-3 ожау сорпа құюға болады. Келесіде біз сорпаға қосатын көкөністерімізді тураймыз. Осылай картопымызды алып, орташа 4 бұрышты қылдырып турап аламыз. Орам жапырағымызды да соломка қылдырып турап аламыз. Не тым жіңішке, не тым жуан емес, орташа қылдырып, видеода көрсетілгендей жақсылап турап аламыз. Етіміз піскеннен кейін оны кастрюлямыздан алып, жан-жағын тазартып, бір қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнаған кезде кішкене азаяды, сол себепті міндетті түрде үстінен қайнаған су құятын боламыз. Бір қайнағаннан кейін үстінен картопымыз бен орам жапырағымызды салып, тағы да бір рет қайнатып аламыз піскенше. Дәміне қарай тұз немесе дәмдеуіштер қосуға болады. 15-20 минутта біздің картопымыз бен орам жапырағымыз піседі. Сол кезде үстінен қуырылған сәбіз бен пиязымызды саламыз.
Жақсылап араластырып, тағы да 5 минуттай қайнатамыз. Сәл қайнағаннан кейін келесі кезекте біз алдын ала пісірілген күрішімізді салатын боламыз. Алдын ала пісірілмеген шикі күрішті салатын болсаңыздар, онда біраз уақытты алады және де сорпаңыздың түсі мөлдір болмай қалады. Жақсылап араластырып, тағы да 5 минуттай қайнатып аламыз. Енді келесі кезекте, әрі соңғы кезекте бізде қызылша. Осылай қайнағаннан кейін үстінен қызылшамызды салатын боламыз. Жай-жайдан ақырын-ақырын салатын боламыз. Қызылшаны салғаннан кейін көп қайнатпаймыз. Тіпті қызылшаны салып жатқан кезде пештің астын басып немесе тіптен сөндіріп тастауға болады. Жақсылап араластырып аламыз. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоюға болады. Міне борщымыз дайын болды. Осындай біркелкі қып-қызыл әп-әдемі болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.